Не үшін келдің, Қылышбек? Жаным шықсай, мен саған гүл алып келдім. Сен өмірі маған гүл алып бере бересің? Нормаль нәрсе қашан алып бересің? Мен нормаль жұмысқа тұрып алайық та, әперем ғой. А нормаль жұмысқа қашан кіресің сен? Нормаль жұмысқа нормаль таныс тапқаннан кейін кіреміз ғой. Шықсай, паркқа қыдырып қайтайық та, то парк бізсіз онша емес болып тұр. Қанша қалдың ана? Букетті қанша қалдың? Скидкамен 700 теңге қалдық қой. Сен өмірі маған бәрі скидкамен алып бересің, киімдерін скидкамен алып бересің. Анжол маған лагман жегізің 4 килограмм, потом бесплатно вот, больницадан шықтым. Кетші бәрі, Қылышбек. Мен просто так скидкамен ерігіп жүрген жоқпын ғой. Ертең тойымызға ақша жинап жүрмін ғой мен. Шын ба, жаным? Я шын, поэтому мен мына букетті барып назад тапсырайын. А то ертең ғана беташарға Қабдол шақыратын болсақ, ол жаман қымбат қой, білесің ғой өзің. Гүл тапсырмақ қой, Қылышбек, мен бетті өзім аша салам, Қылышбек. Далбайсың ба? Ашуға болмайды ғой қыздарға. Кеттім мен. Қылышбек, тоқта деймін, Қылышбек. Қылышбек, не үшін келдің, сен көргің келмейді? Ойбай, не болып қалды? Сен қуасың ба, кеше достарымен отырған кезде, мен екінші әйел алуға қарсы емеспін деген еді, сен қуасың ба, кетші бар. Енді балдардың көзінше ұят болмасын дегенім ғой. Ұят болмасын деп сен тағы да екінші рет үйлене салатын шығарсың. Жаным, сен по-любому бірінші әйелім боласың ғой, не переживать етіп тұрсың? Ой, рахмет, қандай құрмет. Қылышбек, сен қашан түсінесің, мен сені ешкіммен бөліскім келмейді. В смысле бөліскім келмейді? Футбол ше, PUBG ше, мамам ше. Жарайды, олармен бөлісем, бірақ сен екінші әйел алмайсың, түсін ба? Все, алмайым, отвечаю. Екінші әйел алмайым, сразу үшіншісін алам. Не дедің? Жүр, далаға шығып қыдырып қайтайық деймін. Шықпаймын, кет бар, жоғал, түсін ба? Точно шықпайсың ғой? Шықпаймын. Давай. Қылышбек, тоқта, екінші әйел ала бер, Қылышбек, үшіншісін де ала бер. Главное, мен алшы, Қылышбек. Айсұлу. Қылышбек, не үшін келдің? Мен саған айттым ғой, бүгін інім бар, үйден шыға алмайым деп. Жаным, соны біліп, мен мороженое алып келдім ғой. Давай братчикіңді алдап сулап, мороженое беріп қыдырып аламыз. Қылышбек, әне өзі де келатыр. Не қонай? Братчиксің ба, паханыма? Сен ба Айсұлуға келіп жүрген? Аға. Пышақбек, есінде болсын. Келесі рет, көбінішін емес, шоколадын әкіп кел. Аға, түсіндім. Шықпай қой, Айсұлу, мен өзім қыдыра берем, қаршо? Жақсы аға, көрсеміз. Мынау қорқақ екен ғой, шығарт мені. Қылышбек, клубничный не салат надо будет, Қылышбек, кетпеші. Айсұлу! Қылышбек, не үшін келдің? Кетші бар, мен сен көргің келмейді, түсіндің ба? Шықсай жағым, қыдырып қайтайық та. Не шықсай? Сен вообще шығармайсың ғой, мен күні бойы үйде отыруым керек қой. Сен сонда ана кеше подружкалермен караокеға жіберемеген үшін ренжіп тұрсың ба? Айсұлу, түсінші, жаным. Сен реально даусың жоқ қой. Қумаш, мен даусым бар, күш даусым бар. Без тебя не так, чук тебе словно комета. Тыныш. Соседтерден ұят болады ғой. Маған сенің бар ғой, қызғаншақ болған ұнамайды. Ертең үйленгеннен сен вообще мен далаға шығармай қоятын сияқтысың ғой. Жоқ ғой, мусор төгесің ғой, по-любому барып. Магазинге барасың, анау деген заттар бар ғой. Айттым ғой, сен қатты қызғаншақсың. Болды жаным, қызғанбаймын сені, отвечаю. Шықшы, пожалуйста. Точно ма? Иә. Жарайды, қашығым. Не киім мынау? Купальник киіп шықпадың ба тағы да? Қылышбек, сен өзің айттың ғой, қызғанбаймын вообще деп. Қылышбек, нормально ғой мынау. Трико киіп шықты хотя бы, бар, иди. Бар деймін.